Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен Java тілінде программа жазу үшін керекті стрит разработкаларды, керек программаларды орнататын боламыз. Бірінші сайтқа кіреміз. Сіздерге доступ ашылғаннан кейін менің курстарым деген бар. Осы бетті ашамыз. Менің курстарым, курсқа дайындық және разработкамен танысу бөлімін ашамыз. Мына жақта есептердің бәрін орындап шығу керек. 6 минус 5 1 болады. Тапты басып отырып минус 3 болады. Минус 9 деген сияқты. Тез орындап шығайын. Минус 3 ең соңғы, және тағы да тапты бассақ чекқа түседі. Фокус и Enter'ді басып жіберсек орындалды. Мәліметтер базаға енгізілді. И содан кейін барып теория бөлімі ашылады. Осы теория бөлімінде мұқият оқып шықсаңыздар, осының ішінде C++, Java, Python программа тілдерінің разработканы біз сред разработкеде арнайы программада жазамыз. Бұл курста келесі программалау ортасы қолданылады. Біз алдыңғы неде Z++-ді орнаттық, енді IntelliJ IDE-ді орнатамыз. IntelliJ IDE орнау үшін Java тілінде программа жазу үшін бірінші JDK-ның библиотекасын орнатуымыз керек. Ол үшін біз бірінші осы JDK орнатылған болса ескі нұсқалардың бәрін өшіріп тастасақ, содан кейін барып жалғастырсақ. Мына жерде бұл бізде система Windows Properties'те Windows 10 жүйе үшін несі Windows 8-де, Windows 7-де бұл нәрсе басқаша болуы мүмкін. Кейбір нелерде мышканы мынау оң жаққа апарған кезде боковойдан шығады. Сол жерде Properties деген бар, панель управления деген сияқты. Сол жерден таңдап, сонда приложение деп мына поискқа жазсақ болады. Немесе мына app деген приложение деген сөз, app features деген орысша ұмытып тұрмын қалай аталатынын, бірақ бірінші тұрған нені таңдайсыздар. И мынандай бір тізім шығады. Және бұл Windows 7-де бұнау түрі басқаша болады. Установка и удаление программ деп Windows деп негізі Google-дан да теріп, именно қайсысы сіздің операциялық жүйеңіз үшін оны мына окно қалай ашу керек екендігін Google-дан іздеп көрсеңіздер болады. Так, бізге қазір Java SEде өшіріп тастаймыз, uninstall жасаймыз. Және мынаны да өшіріп тастап, қайттан басын орнатып көрсетеміз сізге қазір. Мынау Java Developer Kit'тің несі бітті, аяқталды. Енді IntelliJ IDE'нің ескі нұсқасы болса, немесе жалпы удаление осылай болады. Delete all, local history, delete community edition settings, uninstall plugins, share it to you. Так, uninstall дейміз. Completed деген немесе successful деп тұрады. Close басамыз. Енді біз осы не бойынша бірінші JDK-ны орнатамыз. Ctrl-ды басып тұрасыздар, бірден басып жібермеңіздер, өйткені осы окнодан ашылып кетеді, мына парақша жабық болады. Ctrl-ды басып тұрып, мынаны басқан кезде новый таптан ашылады. Жаңа вкладкадан ашылады. Скачать дейміз. Я хочу скачать этот файл. Менде download'тың ішінде уже көшірілгені бар. Тур JDK 18.01 Windows 64 деген. 18.01. Сіздер скачать дейсіздер, мен пока отмена басамын. Осыны қазір орнатамыз. Download'та мынау Alt Tab арқылы мынандай жүрістастыр осылай. Мышканың оң жағын барып Run as администратор запустить от имени администратора дейсіздер. Next. И осылай. Жалпы негізі программа орнату өте оңай қазіргі кезде. Next-пен негізі көп программа орнатылып кетеді. Мына жерде Java SE Developer Kit JDK Successful Installed и Close басамыз. Келесі кезекте біз мынаны орнатқаннан кейін бірінші мынаны орнатамыз, IntelliJ IDE-ні. Бағанадай Ctrl басып мышканы басамыз, немесе мышканы оң жағын басып открыть ссылка в новые вкладки деп ашсақ, және мынау файлымыз біздің скачать файл деген кезде скачать файл Ideal C22 деген. Бұл негізі бұл файлды мен көшіріп қойған болады. Мынау тұр қазір. Бұл осы IntelliJ
IDEAның несі файлы, отмена басамын, сіздер просто кэшеттеп толық көшіріп аласыздар. Көшіріп біткеннен кейін обычно оны даунлодқа түседі, немесе ол файлды Ctrl-G-ді басып, мынандай бір окналар ашылады, қандай көшірген файлдарыңыз бар, соны показать в папке десеңіз, именно сол папканы көрсетеді. Мен мына файлды аламын қазір, мышканың оң жағын басамын, run as администратор запустить, от имени администратор деп тұрады. Егер орысша болатын болса, соңғы кетті, next, мынау папкасы по умолчанию кетеді, Java деген қосып қоя салайық. Яғни .java деген расширениесі бар файлының бәрін IntelliJ IDE мен ашамыз деген сөз. Install. IntelliJ IDE орнатылып бітті, finish'ті басамыз. Job. Мына жақта пусктың ішінде тұрады бұл IntelliJ IDE. Мына жерде тұр қазір, мына жақтан. Так, unpin десек болады. Программаны запускать етіп, қазір do not import settings дейміз. Project, new project. Мына жерде location дегенде негізі бір локация таңдап қойыңыз, ол юзердің ішіне, үнемі сол папканың ішіне түсетін болады сіздің файлдарыңыз. Мен бұны обычно юзерна текущий пользователь юзерстің ішінде, C дискісінде юзер, текущий пользователь юзер деген сөз. Юзер деген папкаде, юзер деген логин деген сөз. Документтің ішінен Java project таңдаймын. Обычно осыған жазатынмын. И проекттің атын, мысалы, тест, console, application. Аламын, language Java тілі, IntelliJ IDE, и add sample code деген галочка қойып қойыңыздар міндетті түрде. Create басамыз. Сыресінің ішіне кірсеңіздер, main деген бар. Осы mainның ішінен біз қазір өзіміздің программаны жазатын боламыз. Тәртіп бастық. Мына жақта системаны print қылды. Мынаны просто запускать етсек, Hello World деп шығып тұратын болады. Так, run. Configuration дейді. Cancel. Так, қайттан run. Мына жерде main деп шығу керек негізі. Мына Ctrl-C-ні басып сақтап аламыз да, main-ді басамыз. Мынаяқтан астына шығу керек қазір. Hello World деп шықты қазір. Енді біз мәліметті бір экранға бір A тең деп бір консольдан мән беріп, сол бойынша бір формуланы шығаратын болсақ, ол үшін import Java util сканер деген классты қосамыз. Осы сканердің өзін көшіріп алып, мына жақта сканер, мына жақта read дейсілайық. Read тең new сканер, ішіне system in деген қоямыз конструктордың ішіне. Енді біз integer бір a деген санымыз тең болады. Осы read, мынау readіміздің несі бар, next integer деген несі бар, методы бар. Осы консольдан келесі бір сөзді оқиды. System out print қылған бір көшіріп алайық. Осы a-ның енді бұлай оны қоймай тұрып, s тең a көбейтілген a-ны біз maz пол a-ның 2 дәрежесі дейміз. Және бұл интегерді даблға түрлендірме жатыр. То есть maz пол бұл a-ның квадратын как дабл типті ретінде қайтарады. Сондықтан біз бұны интегер қылуымыз керек. Енді шықты. Енді мұнда s тең плюс s дейміз.
программаны запускать етеміз қазір. Так, run main. Мына жақта мысалы 5 дейміз. 5-тің квадраты 25 болады. Енді мынаның аның 5-тің алдына а тең деп шығаратын болсақ, онда біз мына жерге мынаның орнын а тең деп жазып жібереміз. И осыдан кейін сразу аны оқитын мынау read next шыққан кезде 5 күтіп тұрады. Run main. А тең деп шықтым. 4 дедік. 4-тің квадраты. Print ln'нің алып тастайтын болсақ, осылай print'нің өзін қалдырсақ, ол кезде бізде run main'де 4-іміз бен a2 бір жолда тұрады қазір. 4 дедім. 4 бір жолда тұр. S16. Енді более-менее әдемі болып шықты. Біз қазір тест программаны орындадық. Сервер разработканы орындадық. IntelliJ IDE қазір уже программа жазуға дайын. Әзірге жақсы, сау болыңыздар.